Қайырлы күн, әріптестер. Метафорлық ассоциативті карталарды қолдану және терапия тақырыбында өтетін онлайн 2 күндік практикум туралы толық ақпарат беріп өтемін. Бірінші танысып алайық. Мен Құралай Шамұратқызы, 27 жыл еңбек өтілі бар психологпын, магистр ғылыми атағым бар. 16 жыл өрлеу біліктілікті арттыру институтында аға оқытушы болып қызмет атқардым. Сол жылдардың ішінде психолог мамандардың біліктілігін арттыру курстарын, семинарларын өткіздім. Сонымен қатар ауыл мектебінен ең бірінші еңбек өтілімді бастадым. Қала мектебінде және Назарбаев зияткерлік мектептерінде психолог болып жұмыс жасадым. Соңғы 3 жылда жан сыры психологиялық орталығын ашып, сонда жетекшілік етудемін. Бүгінде жан сыры психологиялық орталығы кеңес беру және терапия өткізеді. Сонымен бірге психолог мамандардың біліктілігін арттыру бойынша көптеген вебинарлар, семинар, тренингтар, практикумдар өткіземіз. Және психолог мамандарға менторлық қызметімізді де ұсынудамыз. Енді бүгінгі практикум жөнінде толық айтып өтейін. Бұл онлайн практикумнан сіз не үйренесіз? Ең біріншіден метафорлық ассоциативті карта ұғымымен танысасыз, оның шығу тарихы, бүгінде психологиялық қызметте қолдану аясымен толыққанды танысасыз. МАКты қолдану ережелері бар, сонымен бірге онымен жұмыстану қадамдары, әрбір қадамда нақты қойылатын сұрақтары мен танысасыз. Енді бұның артықшылығы неде деп айтатын болсақ, кез келген метафорлық ассоциативті картаны алған кезеңде оның ішінде өзінің жүргізу техникасы болады. Бірақ та клиент бізде әртүрлі. Бір клиенттер тұйық болады, сол кезде метафорлық картаның өзімен бірге келген техниканы сұрақтары, болмаса тапсырмалары жеткіліксіз болады. Оған жетекші сұрақтар, бағыттаушы сұрақтар қою керек. Сол қандай сұрақтар қою керек және қай бағытта қою керек, оның мөлшері қандай болу керек деген сияқты сұрақтардың барлығына осы бөлімде біздер жауап береміз. Сонымен бірге өзіңізге де карталар арқылы терапия өтеді. Өткен практикумның тақырыбы МАКты қолдану және терапия деп аталып тұр. Білесіңіз, әрбір психологтың өзі терапиядан өтіп тұру керек. Сондықтан бұл үлкен бір мүмкіндік деп айтуға болады. Одан кейін МАКпен жұмыстануда психологқа қандай дағдылар қажет, сол дағдыларды дамыту бойынша жаттығулар жүргіземіз. Эмпатиялық тыңдау дағдысын қалай дамыту керек, рефлексиялық тыңдау дағдысы, одан кейін қайта бағыттау сұрақтарын қою дағдысы. Осы бірнеше дағдыларды біздер сізбен бірге жұмыстанамыз. Одан кейін ассоциативті карталармен практикум терапия ретінде өтеді деп айттым. Енді соңында сіз қалай таңдау керексіз? Метафорлық ассоциативті карталар өте түрлері көп. Оның ішінде барлығы бірдей клиенттердің мәселесін толыққанды шешеді деп айтуға болмайды. Кейбір карталар өте сапасы, болмаса клиенттің белгілі мәселесін кәсіби тұрғыдан шешуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан қай карталар мүмкіндік береді, сол бағыттарда біз тәжірибемізбен бөлісеміз. Одан кейін қолдану бойынша кейстерді мысал келтіріп отырамыз түсіндіру барысында. Онымен қатар енді өзімнің 7-8 жылдық тәжірибем бар. Бұл 8-ші жылға аяқ басты. Сол тәжірибеммен де сіздермен бөлісіп отырамын. Сонымен бірге плюс бонус ретінде МАК карталардың электрондық нұсқаларында аласыз. Енді кез келген карта емес, осы біз практикумда қолданған карталардың электрондық нұсқаларын аласыз. Енді нәтижесінде 2 күн практикумнан өткеннен кейін сізде біріншіден білім болады. Одан кейін өзіңіз ақылы түрде клиенттерге көмек көрсете аласыз, кеңес жүргізе аласыңыз, терапия өткізесіз. 2 күндік практикумнан өткеніңіз жөніндегі сертификат беріледі. Қосымша ақпараттарды тағы басқадай кері байланыстар біз енді бірінші рет өткізейік деп отырған жоқпыз. Былтыр 23-ші жылы 10 рет осылай семинар өткізген болатынбыз. Сол жөнінде жалпы тағы да тереңірек ақпарат аламын десеңіз, менің Құралай Шамұратова деген инстаграм парақшамның актуальныйында сақтаулы тұр. Сонымен қатар тікелей эфирлер өткізілді, кері байланыстар бар. Соның бәрімен танысып алуыңызға
толық болады. Сұрақтарыңыз болса дайректке қойыңыз. Ал енді жаңағы қатысамын деген шешім қабылдасаңыз, маған қажет деп тапсаңыз, онда сізді шақырамыз, қош келесіңіз. Жеке және топтық болып екі форматта өтеді. Жекесі 25 мың теңге тұрады, онлайн және офлайн форматта да өткіземіз, және топтық 12.500 теңге тұрады. Төлемді жаңағы экранда көрсетіліп тұрған нөмірге жасауыңызға болады. Халық банкінде, Каспий банкінде осы нөмірге тіркелген, және төлем жасағаннан кейін квитанцияның түбіртекті осы WhatsApp нөмерге жіберіңіз. Сонымен қатар Каспий рет бар екенін де есіңізге саламыз. Хабарласыңыз.